Ассалаумалейкум, құрметті менің оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздерді тағы да өз арнамда көріп отырғаныма қуаныштымын. Бүгін де қыстың қамын жаз ойла деп, сіздерге қыстық ерекше қияр қосып дайындалатын салаттың рецептісін ұсынғалы отырмын. Видеоны бастамас алдын арнаға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Бұйырса алдағы уақытта жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Керекті көкөністерді әдеттегідей алдын ала жуып, тазартып дайындап алдым. Менде осындай етті, шырыны мол, дөңгелек болып келетін қызанақ және де орташа көлемдегі осындай кішкене сыртында бүдірлері бар қияр. Қиярды мейлінше осындай орташа көлемдегісін пайдаланыңыздар. Тым қатты үлкен қиярлар салыстырмалы түрде кішкене жұмсақтау, әрі дәмі де нашарлау болып келеді. Өз қалауларыңыз бойынша көкшөптер қоссаңыздар болады, және де бірнеше бас сарымсақты да ұмытпаңыздар. Ең алдымен сарымсақты ет тартқыштан өткізіп алдым. Өткіштен өткізсеңіздер де болады, немесе ұсақтап турап жіберсеңіздер де болады. Ол әрине өз еріктеріңізде. Одан кейін қызанағымызды да міндетті түрде ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қиярларымызды тым жіңішке, тым қалың етпей, осындай орташа көлемде турап аламыз. Көкшөптерімізді де қатты майдаламай орташа көлемде тураймыз. Менде аздап ақжелкен және де аз көк. Енді үлкендеу ыдысымызға ет тартқыштан өткізіп алған қызанағымызды құямыз. Қақпағын жауып қайнатуға жібереміз. Бір тегіс толықтай барлығы қайнағаннан кейін үстінен қиярымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің қиярларымыз қызанақтың суына толықтай батып тұру керек. Қақпағын жауып қайнатуға жібереміз. Қайнаған уақыттан бастап есептеп 10-15 минуттай қайнатып аламыз. 10-15 минуттан кейін үстінен қантымыз бен тұзымызды саламыз. Сарымсағымыз бен көкшөптерімізді қосамыз. Және де мен кориандр қостым. Әрине бұл өз қалауларыңыз бойынша. Егер кориандр дәмдеуші сіздерге ұнамайтын болса, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Мен 1,5 шай қасық көлемінде қостым. Егер де қатты көп болғанын қаламасаңыздар, 1 шай қасық қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып 5 минут қайнатып аламыз. 5 минуттан кейін сұйық майымызды құямыз. Және де осындай 9% уксустан 4 ас қасық қосамыз. Ал егер сіздердегі уксустың проценті жоғары болса, уксусты кішкене аздау қосасыздар. Қандай салат болмасын, уксустың пайызы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым аздау қосасыздар. Енді отымыздың астын сөндіреміз, жақсылап араластырып 5 минутқа қалдырамыз. 5 минуттан кейін ыстық қайнап тұрған сода жақсылап залалсыздандырылған банкаларымызға салаттарымызды құямыз. Көріп отырғандарыңыздай салатымыз сондай сулы, өте керемет болып шыққан. Қыстың күні ыстық тағамдармен, ішінде әсіресе палаумен, бешбармақпен өте керемет үйлеседі. Немесе нанмен жесеңіздер де өте тойымды болып келеді. Дәл осы мен ұсынған описание бөліміндегі заттармен дайындайтын болсаңыздар, сіздерде 5,5 литрдей салат шығады. Мен осындай 2 литрлік 2 банкіге, 1 литрлік 1 банкіге құйдым. Енді қақпақтарын жаппас алдын міндетті түрде қақпақтарды 9% уксуспен осылай бір шайып аламыз. Мен үнемі айтамын, тұрақты оқырмандарым біледі. Осылай жасайтын болсаңыздар, салаттарыңыздың немесе тұздалған өнімдеріңіздің атылмауына өз септігін тигізетін болады. Артық уксусты төгіп тастаймыз. Енді банка жапқыш құрылғымен ыстық кезінде суытпай, бір тегіс етіп жақсылап жауып аламыз. Жауып болғаннан кейін міндетті түрде қақпақтың дұрыс жабылғанын тексеріп, жылы көрпеге немесе покрывалаға орап, суығанша бір тәулікке қалдырамыз. Мінекей қыздар, осымен біздің қияр қосылған қыстық салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Баршаларыңызға ас болсын.